Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Нүреке доктор каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен әдеттегіден өзгеше бір нәрсемен бөліскім келеді. Тізім емес, дәрі емес, кеңес емес. Бүгін мен сізге бір хат оқып беремін. Осыдан 2 ай бұрын менің телефоныма хабарлама келді. Жіберген адам менің ең ұзақ науқастарымның бірі. Астана қаласында тұрады. Аты Ғабит аға. Жасы 95. 95 жас, көрермендер. Ойлап қараңыз. Ол Кеңес одағы кезінде туған, соғысты білген, аштықты білген, 80 жылдан астам өмір оқиғаларын артта қалдырған. Және бүгінде Астананың суығында серуенге шығады, газет оқиды, немерелерімен сөйлеседі. Ол маған жазды: Нүреке, сіздің каналыңызда немерем көрсетіп жатыр. Жақсы айтасыз, бірақ меніңге айтарым бар. Рұқсат етсеңіз, өзімнің өткенімді, ауруларымды, қалай жеңгенімді жазайын. Балдары, немерелері, шөберелері білсін. Мен: Ғабит аға, жазыңыз дедім. Ол жазды, ұзақ жазды. Мен сол хатты бүгін сізге оқып беремін. Және арасында өзімнің түсіндірмелерімді қосамын. Өйткені Ғабит аға жазғандардың артында үлкен ғылыми шындық жатыр. Отырыңыз, тыңдаңыз. Бүгін сіз 95 жасар адамның аузынан ұзақ өмірдің нақты сырын естисіз. Алдымен Ғабит аға туралы қысқаша айтайын. Ғабит Сейітов Астана қаласының тұрғыны, 95 жаста, зейнеткер. Бұрын инженер болған, 30 жылдан астам зауытта жұмыс жасаған. 3 баласы, 7 немересі, 2 шөбересі бар. Мен оны 15 жыл бұрын таныдым. Ол сонда 80 жаста болатын. Кейбір шарындармен келді. Буын ауруы, қан қысымы, ұйқы мәселелері. Кәдімгі жасына лайық шағындар. Бірақ мені таңғалдырғаны оның жалпы жағдайы. 80 жастағы адам үшін ол өте мықты болатын. Миы өткір, жүрісі нық, сөйлеуі анық, рухы жоғары. Мен сонда сұрадым: Ғабит аға, сіздің сырыңыз бар ма? Неге басқалардан жақсысыз? Ол жымиып: Нүреке, сыр жоқ. Тек өмір бойы дұрыс жасадым деді. Сол кезде мен оның дұрыс жасадым дегеннің мағынасын толық түсінбедім. Бірақ бүгін хатын оқығанда бәрі орнына түсті. Міне, Ғабит аға хатын бастайды. Хат. 1 бөлім. Балалық шақ және тамақтану. Ғабит аға жазады: Нүреке, мен туғаным 30-шы жыл, қиын кездер. Сол кезде ауылда тұрдық, солтүстік Қазақстанда, кішкентай ауыл. Аштық болды, тапшылық болды. Бірақ анам ақылды әйел еді. Ол бізге не болса да табиғи тамақ берді. Таңертең талқан немесе жент, кейде сүтке малған нан, күндізі сорпа. Ет аз болды, бірақ сорпа үнемі болды. Кешкісін айран немесе қымыз. Тәтті деген жылда 1-2 рет, мерекеде. Анам бізге бір нәрсені үнемі айтатын: балам, аса жеме, тоқ жеме. 90% тойғанда тоқта. Мен сол сөзді өмір бойы ұстандым. Көрермендер, мен мұнда тоқтап бір нәрсені айтайын. Ғабит аға анасының сөзі ғылыми тұрғыдан дәлелденген. Жапонияда хара хачибу деген ұғым бар. 90% тойғанда тоқта дегенді білдіреді. Жапонияның Окинава аралында дүние жүзіндегі ең көп 100 жасаушылар тұрады. Олардың бәрі осы ережені ұстанады. Аз жеген адамның асқазаны аз жүктеледі. Ас қорыту жүйесі шаршамайды. Жасаушалар тезірек жанарады. Ғабит аға анасының бұл кеңесін балалықтан бастап ұстанған. Ғабит аға жалғастырады: Біздің үйде ет, жылқы еті, қой еті болды. Шошқа жемедік. Дін бойынша да, дәстүр бойынша да. Ет аз жедік, бірақ сорпаны көп іштік. Анам сорпаны ұзақ қайнататын. Таңертеңнен кешке дейін. Сол сорпа өте майлы, өте дәнді болатын. Қысқы суықта сол сорпа бізді жылытты, күштендірді. Бұл да маңызды, көрермендер. Ұзақ қайнатылған сорпадағы коллаген мен желатин туралы бұрынғы видеоларда айтқанмын. Ғабит аға балалықтан бастап сол коллагенді табиғи жолмен алған. Сондықтан 95 жасында да буындары жақсырақ. Хат. 2 бөлім. Жастық шақ және 1 ауру. Ғабит аға жалғастырады: 20 жаста Алматыға оқуға кеттім. Политехникалық институт. Сонда алғаш рет қиналдым. Ауылдық тамақтан қашалдым. Асханада ақ нан, макарон, майда қуырылған ет, айран жоқ, қымыз жоқ. Алғашқы 2 жылда денем өзгерді. Шашай бастадым. Жиі суыққа ұрындым. Бетімде бұрышта шықты. 3-ші курста апама барғанда, ол маған қарап: Ғабит, сен ауырып кетіпсің, тамағың дұрыс емес деді. Ол маған 1 қап құрт, 1 қап талқан, 1 банка сары май жіберді. Осыны же, оралып кет деді. Мен сол тамақтарды жедім. 2 айдың ішінде өзіме келдім. Көрермендер, апасының берген тамағы құрт, талқан, сары май. Бұл кездейсоқ емес. Институт тамағынан жетіспеген нәрселерді дәл осылар берді.
Құрт кальций мен пробиотик, талқан магний мен баяу энергия, сармай А дәрумені мен пайдалы май. Апасы дәргер болмаған, бірақ бабалардан келе жатқан ақылды дәрден жақсы жұмыс жасаған. Ғабидаға жалғастырады. Институтты бітіріп, зауытқа жұмысқа кірдім. 30 жасында үйлендім. Жұбайым Зәуреш. Ол да ауылдан шыққан, тамақты дұрыс пісіретін. Үйімізде үнені сорпа болды, айран болды, құрт болды. Балаларды да солай тамақтандырдық. 45 жасында алғашқы үлкен ауруым болды. Жүрек ауруы. Дәрігерлер қан тамырында бітелу бар деді. Дәрі жаздырды. Мен дәрі іштім, бірақ тамақты да өзгерттім. Міне, бұл өте маңызды сәт, көрермендер. Ғабидаға дәрімен қатар тамақты өзгерткен. Ол екеуін бірге жасаған. Тек дәріге сенбеген, тек тамаққа да сенбеген. Екеуін қатар ұстаған. Осы дұрыс жол. Хат, 3 бөлім. Жүрек ауруын жегу. Ғабидаға жазады. Жүрек ауруы шыққанда дәрігерім маған майлы тамақ жеме, тұзды жеме, ет жеме деді. Мен тыңдадым, бірақ не жеу керек екенін ешкім айтпады. Өзіміз дедім. Сол кезде кітапханаға барып денсаулық туралы кітаптар оқыдым. Зәйтін майы туралы оқыдым, жүрекке пайдалы деп. Таптым, алдым, күнде бір қасық ішіп жүрдім. Балық туралы оқыдым. Базардан тұзсыз балық алып пісіріп жей бастадым. Сарымсақ туралы оқыдым, қан тазалайды деп. Күнде таңертең 2 тіс сарымсақ жедім. 6 айдан кейін дәрігерге бардым. Ол анализдерімді қарап, «Ғабит Сейітович, не жасадыңыз? Нәтиже жақсы» деді. Мен тамағымды өзгерттім дедім. Ол таңданды. Көрермендер, Ғабидаға 45 жасында жасаған нәрсе бүгін ғылым толық растайтын нәрсе. Зәйтін майындағы олеокантал қабынуды басады, тамырды қорғайды. Майлы балықтағы омега-3 жаман холестеролды азайтады. Сарымсақтағы аллицин қан тамырын кеңейтеді, қан ұюын азайтады. Ғабидаға кітапханадан оқып тапқан бүгін миллиондаған ғалымдар дәлелдеген шындық. Ғабидаға жалғастырады. Жүрек ауруын жеңдім деп айтпаймын. Ол менімен бірге. Бірақ мен оны басқарамын. 50 жылдан бері басқарып келемін. Дәрімді ішемін, тамағымды бақылаймын, серуенге шығамын. Осы үшеуі болса, жүрек ауруы сізді жеңбейді. Сіз оны жеңесіз. Алтын сөз, көрермендер. Алтын сөз. Хат. 4 бөлім. 60-тан кейін жағасынақтар. Ғабидаға жазады. 60 жасында зейнетке шықтым. Көп адам зейнетке шыққанда бәсеңдейді. Үйде отырады, телевизор қарайды, бірте-бірте сөнеді. Мен керісінше жасадым. Зейнетке шыққан күні өзіме бір міндет қойдым. Күнде таңертең 6:30-да тұрамын. Серуенге шығамын. Жаз болсын, қыс болсын. Кем дегенде 20 минут жаяу жүремін. Астананың суығы ма? Киінемін де шығамын. 60 жасында екінші үлкен ауру. Қант диабеті. 2 тип. Дәрігер дәрі жазды. Мен тағда тамағымды өзгерттім. Тәтті мүлде тізімнен шығардым. Ақнан тізімнен шығардым. Күріш азайттым. Орнына не жедім? Қарақұмық, бұршақ, көкөніс, жұмыртқа. Айранды одан да көп іше бастадым. 3 айдан кейін қантым түсті. Дәрігер таңданды. Ғабит Сейітович, сіздің қантыңыз жақсы. Не жасап жүрсіз деді. Тамағымды өзгерттім дедім. Және жаяу жүрем дедім. Көрермендер, Ғабидаға жасаған нәрсе медицинада өмір салтын өзгерту деп аталады. Бұл 2 тип қант диабетінің ең киімді емі. Зерттеулер дәлелдеді. Тамақ пен жаттығуды өзгерткен адамдарда қан қанты дәрден кем емес жақсарады. Кейде дәрден де жақсырақ. Ғабидаға бұны кітаптан емес, нақты өмірден тапқан. Хат. 5 бөлім. 70-тен 80-ге ең ауыр жылдар. Ғабидаға жазады. 73 жасында Зәуреш кетті. Жұбайым. 40 жыл бірге өмір сүрдік. Ол кеткенде мен де кетейін деп ойладым. Тамақ жемедім. Серуенге шықпадым. 2 ай үйден шықпадым. Содан кейін баламның ұлы, шөберем, маған келді. 3 жасар бала. Менің тізіме шықты да, атажан, неге жылайсыз деді. Мен сол сәтте өзіме келдім. Ойладым. Зәуреш маған не дереді? Ол маған, Ғабит, тур, же, жүр дереді. Мен тұрдым. Жедім, жүрдім. Сол кезден бастап өзіме бір ереже қойдым. Қайғы жесе де, тамақты жемей жүрмейін. Себебі тамақ дене үшін. Дене сау болса, рух тастайды. Көрермендер, мен бұл жерде ерекше тоқталғым келеді. Өйткені Ғабидаға айтқан нәрсе аса маңызды. Жалғыздық пен қайғы 60-тан кейінгі адамдардың ең үлкен жауы. Ғылым дәлелдеді. Жалғыздық темекіден де зиянды. Жалғыздық иммунитетті бұзады, жүректі әлсіретеді, миды тездетіп қарттандырады. Бірақ Ғабидаға не жасады?
шөбересі арқылы өмірге қайта жалғанды. Тамақты жалғастырды, серуенді жалғастырды, ережелерін жалғастырды. Осы ерлік. Ғабидаға жалғастырады. 80 жасында балам мені Астанаға алып келді. Мен ауылда тұрған едім. Астанаға үйренуге қиын болды. Бірақ үйрендім. 81 жасында смартфон үйрендім. Немерем үйретті. Бүгін сіздің каналыңызды да сол смартфоннан қараймын. 95-ке келген адам смартфон үйренеді, көрермендер. Бұл мидың сау екенінің белгісі. Жаңа нәрсе үйрену мидың ең жақсы жаттығуы. Ғабидаға ойшада жасамайды. Хат, 6 бөлім, 90-нан кейін, өмір сыры. Ғабидаға жазады. Нүреке, 90 жасқа келгенде көп адам сұрайды. Ғабидаға сырыңыз не? Мен күлемін, сыр жоқ. Тек бірнеше нәрсе бар. Мен оларды өмір бойы жасадым. Біріншісі, таңертең ерте тұру. Мен 70 жылдан бері 6 жарында тұрамын. Демалыс күні де, ауырып жатқан кезде де. Дене таңертеңгі тәртіпті жақсы көреді. Екіншісі, таңертеңгі су. Тұрған бетте 1 стакан жылы су. Лимон болса, лимон тамзамын. Болмаса, жай жылы су. Бұл ішекті оятады, асқазанды дайындайды. Үшіншісі, серуен. Күнде 20-30 минут. Жаяу, баяу, асықпай. Қыста да шығамын, жылы киінемін. Төртіншісі, тамақта тәртіп. Таңертең жедім, түскі астың алдында ештеңе жемеймін. Тамақ аралығында тек су немесе шай. Кешкісін жеңіл, кешкі 9-дан кейін мүлде жемеймін. Бесіншісі, дәрісін ішу. Дәрігер не жазса, соны ішемін. Бір күнде жіберіп алмаймын. Дәрі де керек, тамақ та керек. Екеуі бірге жұмыс жасайды. Алтыншысы, адамдармен сөйлесу. Күнде балаларымды, немерелерімді, көршілерімді көремін. Немесе қоңырау шаламын. Адамнан алшақтама, жалғыздық адамды өлтіреді. Көрермендер, мен Ғабидаға айтқан 6 нәрсені естіп, ішімде нәрсе жылыды. Өйткені ол 6 нәрсе ғылымның соңғы 20 жылда дәлелдеген нәрселері. Таңертең ерте тұру циркадиандық ырғақты сақтайды, гормон балансын реттейді. Таңертеңгі жылы су метаболизмді іске қосады. Жаяу серуен жүрек, буын, ми үшін ең жақсы жаттығу. Тамақ аралығын сақтау аутофагияны, яғни жасушаның өзін-өзі тазалауын іске қосады. Дәрісін үзбеу созылмалы аурулармен тіршілік етудің негізі. Адамдармен байланыс, иммунитет пен ми денсаулығы үшін дәрілік дәрежеде маңызды. Ғабидаға мұны кітаптан оқыған жоқ, ол жай ғана сезді, дұрыс өмір сүрді. Хат, 7 бөлім, тамақтану тізімі. Ғабидаға жазады. Нүреке, сіздің каналыңызда тамақ туралы айтасыз. Мен де өзімнің тамақ тізімімді жазайын. Өмір бойы не жедім деп. Таңертең 1 стакан жылы су. Жарты сағаттан кейін жұмыртқа 2 дана қайнатылған. Жанына 1-2 кесім ірімшік, немесе 2-3 дана құрт. Шай, қантсыз, кейде зімбір қосамын. Түскі ас, сорпа міндетті. Ет аз, сорпа көп. Жанына қара құмық немесе бұршақ. Кейде нан, бірақ қара нан, аз мөлшерде. Кешкі ас, жеңіл. Айран немесе қымыз мол мөлшерде. Кейде пісірілген көкөніс, сәбіз, қызылша. Кейде тек айран ғана. Аптасына 2 рет балық. Пісіріп немесе қайнатып. Қуырмаймын. Дәрігерім қуыруға болмайды деді. Тәтті мерекеде ғана. Жылда бірнеше рет. Күнделікте тәтті жемеймін. 63 жастан бастап мүлде қойдым. Тұз аз. Тамаққа аз саламын. Дастарханда үстіне қоспаймын. Міне осы. Қарапайым. Бірақ осыны 70 жыл ұстандым. Көрермендер, мен Ғабидаға тізімін оқып бір нәрсені байқадым. Ол тізімде бірде-бір экзотикалық тағам жоқ. Суперфуд жоқ. Қымбат витамин жоқ. Бәрі қарапайым, қолжетімді қазақ дастарханының тағамдары. Жұмыртқа, ірімшік, құрт, сорпа, қара құмық, бұршақ, айран, қымыз, балық, сәбіз, қызылша. Осы тізімді мен де сізге ұсынған едім бұрынғы видеоларда. Ғабидаға оны 70 жыл бойы ұстанған. Нәтиже 95 жасар денсаулықты ұстаған адам. Хат, соңғы бөлім. Ғабидаға үндеуі. Ғабидағаға хатының соңғы бөлімін жазады. Нүреке, мен осы хатты неге жаздым? Өйткені бүгін балаларымды, немерелерімді қараймын. Олар шаршайды. 30-40 жаста шаршайды. Тамақтары дұрыс емес. Телефонда отырады, ұйқысы нашар. Тез тамақ жейді. Дайын тамақ, консерві, чипс. Мен оларға айтамын, тыңдамайды. Атажан, ескі заман дейді. Сол себепті сізге жаздым. Сіздің каналымызды тыңдайды. Мүмкін менің оқиғам арқылы ұлым да, қызым да, немерелерім де ойланар. Менің оларға айтарым мынау. Мен 95 жастамын. Мен соғысты білдім, аштықты білдім. Жұбайымды жоғалттым, ауру болдым.
жүрек ауруы, диабет, буын ауруы. Бірақ мен мұнда отырмын. Шөберемді қасында ұстаймын. Таңертең серуенге шығамын, газет оқимын. Бұл бақыт. Қарапайым, таза бақыт. Оған жету үшін дәрі жеткіліксіз, ақша жеткіліксіз. Тек өмір бойы дұрыс жасау керек. Тамағынды бақыла. Серуенге шық. Адамдармен бол. Дәрігерін айтқанды тыңда. Және ешқашан үмітімді үзбе. 95 жылдың сабағы осы. Нұреке рахмет. Каналымыз жақсы. Жалғастырыңыз. Көрермендер, мен Ғабидаға хатын оқып болдым. Мен бұл хатты бірінші рет оқығанда 1 минут отырып қалдым. Өйткені мен 15 жылдан бері дәрігермін. Мен науқастарды тексеремін, дәрі жазамын, кеңес беремін. Бірақ кейде ең жақсы сабақты науқастың өзінен аласын. Ғабидаға маған не үйретті? Ол үйретті. Ұзақ өмір бір күндік шешімнің нәтижесі емес. Ол күн сайынға, жыл сайынға, 10 жылдық шешімдердің жиынтығы. 70 жыл бойы таңертең серуенге шыққан адам 95-ке жетеді. 70 жыл бойы тәтті жемеген адам диабетін бақылайды. 70 жыл бойы сорпа, айран, ірімшік жеген адам буыны ұстайды, миы өткір болады. 95 жасар адам сізге айтып тұр, бастауға кеш емес. Ғабидаға 45 жасында жүрек ауруы шыққанда өзгертті. 63 жасында диабет шыққанда өзгертті. 73 жасында жұбайын жоғалтқанда қайта оралды. Сіз бүгін қанша жастасыз? 50 ме? 60 па? 70 пе? Бастаңыз. Қазір. Бүгін. Таңертең бір стакан жылы су іш. Ертең серуенге шық. Бүгін кешкісін айран іш тәттінің орнына. Бұл кішкентай қадамдар. Бірақ осы қадамдар 95-те шөберені қасында ұстайды. Ғабидаға рахмет. Сіздің хатыңыз мыңдаған адамға жетеді деп сенемін. Көрермендер, бүгінгі видео ұнаса лайк басыңыз. Жақындарыңызға жіберіңіз. Балаларыңызға, немерелеріңізге мынаны қараңыздар деп жіберіңіз. Мүмкін Ғабидаға оқиғасы олардың да жүрегіне жетер. Жазылыңыз. Алдағы видеоларда тағыда маңызды оқиғалар болады. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, өмірлеріңіз ұзақ болсын көрермендер. Сау болыңыздар.